Балалық кезім әлі есімде. Үйге дәрігер келіп, атам ауырған кезде көмек көрсететін. Сол кезде дәрігер өзінің ақ халатындағы белгішесін қолыма ұстатып кеткен. Міне, сол уақыттан бері ақ халатты Абзалжан болу арманым еді. Мен Әбілдаева Дана Жақсыбайқызы. Қаракеткен ауылында фельдшер қызметін атқарып келемін. Өз міндетімді аса жауапкершілікпен қарап, уақытпен санаспай, еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін алғашқы көмегімді көрсетіп келемін. Науқасқа мейірім көрсетіп, дәрігердің нұсқауын тыңғылықты орындап, қателік жібермеу үшін білімімді үнемі шыңдап отырамын. Сырт қарағанда фельдшер қызметі шалт қимылды және қателікті кешірмейтін қызмет көрінеді. Шын мәнінде фельдшер науқастың денсаулығына дәрігерден кем жауап бермейді. Күнделікті жұмысқа келгенде науқастарға ем-дом арқылы дертіне шипа болуға, уақытпен санаспай күні-түні ауырған науқастарға дер кезінде көмек беруге асығамын. Ақ халатты Абзалжан деп өзі де айтып тұр ғой. Адал болып, абзал болу керек. Ақ халат арымыз. Сол арымызға кір түсірмей, дақ түсірмей, адал қызмет ету міндетіміз. Өмірін осы мамандыққа арнаған адамдар қаншама. Олардың барлығы мамандығын жақсы көргендіктен, шынымен науқасқа көмектескісі келгендіктен, қолынан келгенін аямай еңбек етеді. Мен жұмысым қиын немесе жеңіл деп айтпаймын. Күнделікті істейтін ісіңе үйренісіп кетесің. Мамандығың сенің тіршілігіңнің алынбас бөлігі болып кетеді. Өмір сүру бағыты да, ойлау жүйесі де мамандығыңмен байланысып кетеді.